Құрметті жерлестер, бүгін 23 желтоқсан 2025 жыл. Жылымыздың қорытындылайтын себептерде келіп жатыр. Қоғамда бақылауды бірнеше сала бойынша жасадым. Ол бойынша ертең 25 күні әдейі брифинг беретін болам. Бүгінгі сіздерге айтқым келетіні бұл жер мәселесі бойынша. Яғни қанша жер қайтарылды, қалай қайтарылды, кімдер арқылы, кімдерден заң салған адамдардан тартып алдық және қалай болды, осының бәрін сіздерге тәптіштеп айтып бергім келеді. Енді бұл жерде ең бастысы бұл қоғамдық бақылау жасап, ауылдарға барып, жер инспекциясы мен прокуратураға арыз жазып, сотқа қатысып, заңсыз берілген мына жерлерді мемлекетке қайтардым. Бұл өзі 3 участке, бұл ең үлкендерін алып отырмын. Біріншісі бұл Бәйтерек ауданы Мичурин ауылдық округіне қарасты Шаған өзенінің бойында орналасқан 19 гектар жер. Мынау суреттері, Шаған өзені. Мынау барлығы өте үлкен 19 гектар жер, өте әдемі жерде және Орал қаласына өте жақын орналасқан. Бұл жерде енді санаты бұл туризм категориясы ат спорты үшін кезінде берілген, кадастрлық құны 42 миллион теңге, нарықтағы бағасы 1 миллиард 300 миллион теңге тұрады. Неге өте қымбат десеңіздер, бұл бұны ең басында мен оны қалай анықтадым? OLX-тан осы жерлердің арендаға алынған, мемлекеттен алынған жерлердің мұнағы сатылып жатқанын көріп, зерттеп тергей бастадым. Яғни ол адамдарға WhatsApp арқылы хабарлама жаздым, кездестік, телефонмен сөйлестім, сөйтсек олар кезінде арендаға алған жерлерді бөліп сата бастаған екен. Содан кейін бастап біз прокуратураға, аудан прокуратурасына арыз жаздық, жер инспекциясы департаментімен бірлесе жұмыс жасадық. Сөйте келіп өте үлкен жұмыс жасап арқылы біз талдау жасап, 2017 жылы сол кезде аудан Бәйтеректің әкімі болған Карим Жакуповтың өзінің манағы танысы, мүмкін білмеймін, кластасы шығар, құрдасы шығар, 76-лар Нұрлан Есчановқа осы жерді алып бергенін анықтадық. Және де 21 жылы, ол Теректіде болған кезінде болу керек, немесе Теректіден кеткеннен кейін ол жерді 24 учаскеге бөліп сата бастаған екен. Енді мына жалпы әдейі кадастр жерлердің 1 метр, текше метр кадастр орны бекітіледі. Біздегі Батыс Қазақстан облысындағы әр ауылдың өзінің бағалары бар. Бәйтерек ауданы бойынша, оның ішінде Мичурин бойынша сол кезде 219 теңге болды. Дегенмен де нарықта жеке сатуда мынандай баға тұрады, 6666 теңге. Яғни 30 есе жердің бағасы қымбат. Біраз талдау жасадық, дронмен түсірдік сол жерде. Бас прокуратура, антикорор барлық жерге арыз жаздық, бірнеше әлеуметтік желіге видеолар салдық, тергей отырып, осының өзінде ғана біз 22-нің аяғы 23-нің басында анықтадық. 23 жылдың 17 қарашасында ғана тек қана сот шешімі шығып, бұның заңсыз екенін біз дәлелдедік. Міне судья Александра Сидорова, қателеспесем Исмаил атты прокурор ауданының, Мичурин ауылдық округінің әкімі, бұрынғы архитектор болу керек, әкімдіктің өкілдері. Сол сот болып жатқан кезде Карим Жакуповтың осы жерге игеріп жатырым деген желеумен жаңадан салған ат қорасы, кішкентай ғана шөп әкелген, тіпті малдың боғы жоқ, байқасаңыздар, бәрі де жап-жаңа. Оны судья түсінді, көрді, өзін, және де біз мынандай будка қойып қойған, сол жерге ат спортын ұйымдастырамыз деп. Бірақ дегенмен де судья өзі батыл да әділ шешімін шығарды. Енді көптеген біздің талдау бойынша бұзылушылықтар анықталды. Бұл жерде 6-7-еуін жазып тұрмыз, бірақ енді түсіріп өтсеңіз дұрыстап, бұл жерде барлығы да дұрыстап тұрып жазылған. Яғни Карим Жакупов өзі Бәйтеректің әкімі кезінде өзінің танысына 48-ші бапқа қарама-қайшы, яғни конкурссыз берген, жерді беру туралы шешімді аудан әкімі өзі қабылдау керек, бірақ ол ауыл әкіміне қабылдатқан. Жерді бірінші алған Нұрлан Есчанов, жаңа танысы деген, 2017 жылы Германияға көшіп кеткен. Біз онда миграциядағы полиция арқылы дәлелдедік. Есчановтың орнына құжаттарға қол қойып жүрген Дәурен Каримуллинович Кабенов деген азамат айналысқан екен. Ол Карим Жакуповтың туған інісі болып шықты. Бұның барлығы сотта біз анықтадық. Құжаттары жоқ болса да жер комиссиясы 20 жылы Есчановқа жерді сату туралы қорытынды берген. Ол содан кейін барып кімге Жакуповқа сатқан. Ал Есчанов 2015 жылы осы жерді алған кезде не салам деп уәде берген. Яғни ат
жылқы спорты, яғни киіз үйлер, кафе, әкімшілік ғимарат, би алаңы, сауна, бассейн, аквапарк, барлығын бау-бақша жасаймын, аквариум жасаймын деп не істеген, өтірік алдап алған екен. 18 наурыз 24 жылы, қателеспесем, апелляциялық облыстық сот бұл дауға нүктесін қойып, жердің заңсыз берілгендігін, яғни және ол мемлекетке қайту керек екенін бекітті. Содан кейін біз мына осындай пост шығарып, бас прокуратураның және Жакуповқа кім жерді алып берді, қандай лауазым тұлғалар, соған соларға қатысты тексеру іс-шаралары өтеді деген құжатын шығарды.